Сәлем достар, қалайсыздар? Мен қыз балаға арналған осындай атлас матасынан әдемі көйлек тігетін боламын. Бұл көйлектің бізге етегі полусонсы болады. Сол үшін біздер матамызды енінен екі қайырамыз. Және де баламыздың бел өлшемін өлшеп аламыз. Менде 57 сантиметр болып шығып тұр. Сол 57 сантиметрімді екі рет қайырып, 57 сантиметрге келтіремін де матамның бір жақ қайырылған бұрышынан осылай сіздерге видеода көрсетіп жатырғандай белгілеп аламын. Белін тапқаннан кейін біздер баламыздың белінен төменге қарай қандай ұзындықта сол өлшемді өлшеп аласыздар. Соны және белден төмен қарай сызып аламыз. Мына видеода менде анық көрінбей қалды. Астыңғы ұзындығы менде 60 сантиметр болу керек. Сол үшін 60 сантиметр белгілеп сызып алып жатырмын. Жаңа белгілеген белімізді қиып алдым, және менде осы артық жер матам бар, соны алып тастап жатырмын. Сонда бізде полусонсы юбкамыз әзірге осылай дайын болады. Жасағанда қыздар еш қорықпай жасаңыздар, себебі өте оңай. Бұл полусонсы жасау. Етегімді осылай қиып дайындап алдым. Өлшеп қараңыздар, қисық жерлер болса, астыңғы жерлер қисық болса, алып тастауға болады. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Болды, юбкамның, көйлегімнің астыңғы етегі менде әзірге осылай дайын болды. Енді үстіңгі жағын жасайтын боламын. Алдыңғы бөлімдерде выкройканы қалай сызу керек екенін сіздерге көрсеткен болатынмын. Сол бойынша қағазға сызып алыңыз да, осылай матаға қойып сызып алатын боламыз. Матамды мен екі қайырған болатынмын, және артық тігіске керек артық сантиметрді осылай мен көрсетіп жатырғандай өлшеп аласыздар. Үстіңгі жағына, иығына 1 сантиметрден қостым, жанына 2 сантиметрден қостым, мойнына қосқан жоқпын, және астыңғы жағына қостым, себебі көйлегіміздің етегімен қосатын боламыз.
Міне менде алдыңғы бөлігім дайын болды. Енді артқы бөлігіне кірісеміз. Жаңағыдай матамызды 2 рет қайырып аламыз. Менде артқы бөлігінде замок болатын болғасын, артық 3 сантиметрде алып қалып жатырмын. Себебі замокқа орын керек болады. Матаға тігеміз ғой замокты. Және жандарынан жаңағыдай алып өлшеп алып жатырмын. Артқы бөлігім менде 2 бөлік болады. Міне сіздерге көрсетіп жатырмын. Осы замоктың орны. Енді көйлегіміздің жеңі қалды. Жең жасағанда мен қайырмай жасадым. Себебі жеңіміздің алдыңғы бөлігі кішкене ойықтау болады, артыңғы бөлігі көтеріңкі болады. Және өзіме керекті мөлшерде артықтай сызып алып жатырмын. Себебі мына выкройкам менің 2-3 жас балаға арналған, маған 4 жас балаға арнап жасау керек болады. Сол үшін кішкене үлкендеу қылып сызып алып жатырмын. Осылай 2 бөлік жеңін сызып қиып аласыздар. Енді біздер алдыңғы мен артқы бөлікті қосуымыз керек, 2 иығын тығуымыз керек. Сол үшін мына видеода көрсеткендей, оң жағынан 2 иығын тігіп шығамыз. Содан кейін барып теріс жағына айналдырып, тағы да бір 5 мм қылып тігіп өтеміз. Сонда біздің ішкі жағымыздағы тігісіміз оверлоксыз да әдемі болып тұрады. Содан кейін барып 2 жанында дәл солай жасаймыз. Оң жағынан тігіп шығамыз, содан кейін барып сол жағынан тігіп шығамыз. Мұны сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді біздер артқы бөлігін мен бір жағын 5 мм қылып түзу тігіспен тігіп шықтым. Енді біздер осылай замок орнататын жеріміз. Мұны сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді 2 қолында дәл солай оң жағынан және теріс жағынан түзу тігіспен тігіп шығамыз. Содан кейін барып 2 қолын
жеңін тігіп шығамыз. Ол үшін бізге сызықтарын бірінші түзу қылып бір-біріне сәйкестендіріп қойып аламыз. Содан кейін барып түйрегішпен түйреп алыңыздар, немесе қиын болса көктеп алыңыздар. Содан кейін барып тігіп шығыңыздар. Екі жеңін ішкі жағын мен осылай косая бейкамен айналдырып тігіп шықтым. Себебі оверлоктың орнына осылай біздің жіптеріміз шығып тұрмас үшін жинақы болып тұрады. Енді бізге үстіңгі бөлік пен астыңғы етегімізді қосу керекпіз. Ол үшін центрін тауып аламыз. Содан кейін барып бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Және мен сол тіккен тігісімді косая бейкамен жауып шықтым. Тігіп шыққаннан кейін барып ең соңында замокты орнатамыз. Замокты біздер міне оң жағында тұрған замокты бір жағын бүйтіп теріс жағына қоямыз да бір жақ шетіне тігіп шығамыз. Содан кейін барып екіншісін тігеміз. Екіншісін тігерде банағыдай беліміздің сызықтары бәрі замокты жапқанда түзу тұру керек. Соның бәрін мұқият қарап алыңыздар. Түйрегішпен түйреп жасаңыз, немесе көктеп алып, содан кейін барып тігіңіздер.
замогымнан кейін менде астыңғы бөлігінде орын қалды, соны түзу тігіспен тігіп шығамын. Және де мойындарымен косая бейкімен айналдырып өтіп шықтым. Қараңыздар, осындай әдемі көйлегіміз шығады. Және астыңғы бөлігін осындай әдемі жылтырақ лентамен тігіп шықтым. Және ортасына да, ортаға белімізге де осындай әдемі тесмамен, оны мен өзімнің қолыммен тігіп шығамын.